21 күнде 20 кило тастаған, тура ертең құдалық деген күні оянбай қалған. 21 күн ішкен өте ауыр. 5 мезгіл тамақтану біздің ағзаға негізі зиян екен. Арықтағанда не пайда, үйтіп ішіп деймін да. Ашуланшақ болып кеттім, күйеуімен көп ұрыстар болып кетті сол кезде, сол дәрілерді ішкен кезде. Психотроптық дәрілер қосылады екен да, наркотикалық дәрілер. Ашығып арықтауда қандай адамдарға болмайды? Екінші баланы босанғаннан кейін, менде одан кейін бірнеше түсік болды. 3 рет түсік тастадым, сол кезде қатты стресс болып кеттім. Всем привет! Сіздермен бірге мен Мөлдір Мұратбек және біздегі Әлем Women подкастының кезекті қонағы, ашығу арықтау эксперті доктор Айжана ханым. Айжан ханым, қош келдіңіз бүгінгі подкастқа. Сізге осылай алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге өте үлкен көп рахмет айтамын. Енді бүгінгі біздің подкастымыз барлық әйел затына өте пайдалы подкаст болатынына сенімдімін. Рахмет Мөлдір ханым, шақырғаныңызға рахмет. Мақсаты бір адамдар екенбіз. Құдай қаласа өте пайдалы, өте жақсы, құндылығы жоғары подкаст болады деген сенімдемін менде. Қазір әркімнің бойы осы арықтау темасы ғой, өте пайдалы болады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ал енді Айжан ханым, ең бірінші өзіңіз жайлы айтсаңыз, отбасыңыз, жұмысыңыз, біліміңіз жайлы айтсаңыз. Есімім Айжана Жақсыбаева, толық есімім. Марат қызы, 9 жылдық медициналық білімім бар. Негізгі мамандығым стоматолог, дәрігер, врачпын. Осы бірінші кезекте 11 класты бітіргеннен кейін колледжге түстім. Осы Шымкентте өзіміздің медакадемияның колледжін бітірдім. 3 жыл тамамдап, одан кейін Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетіне түстім. Сол жердің медакадемиясын 6 жыл тамамдап шықтым. Стоматолог, врач болып, сол жерде еще екінші курс оқып жүріп, тұрмысқа шығып, бірінші баламды, екінші қызымды босанып жүріп, сол университетті бітіріп, еще білім алып, қазіргі таңда бірақ ашығу саласына келгенім бар. 1,5 жылдай жұмыс жасадым, стоматолог, врач болып. Жақсы жалпы жұмысым, бірақ маған таңертеңнен кешкеге дейін бір жерде отыратын, бір кабинетте шектеулі оқшаланып қалатын жұмыстар ұнамайды екен. Содан кейін жұмысымды қойып, кішкене бір басқа бағыт іздеп жүрген кезімде осы ашығу саласына келіп қалдым. Енді осы медицина саласынан блог жүргізуге қалай келдіңіз? Медицина саласынан блог жүргізуім менде бір Инстаграмнан басталды. Инстаграмда менде жалпы 400-ақ подписчигім бар еді. Блогды бастамай тұрған кезімде. Ашығу саласына жалпы келгенімде, осы өзімде артық салмақпен проблемам болғаннан кейін арықтау мақсатында ашығуға келдім. Сол сәтте енді өзім медицинаның адамын ғой, білімнің адамын, ашығу туралы оқып, ізденіп, содан көптеген білім алып, кітап оқып, еще қазақша білім жоқ қой бізде, ағылшынша жаңағыдай ақпараттарды ізденіп, орысша ақпараттарды ізденіп, солай дамып, өзімді 2 айдай ашығу туралы толыққанды білім алып, сол туралы Инстаграмда өзім ашығып көріп, -6 килограмм нәтиже көрсеткен сәтімде Инстаграмға просто өзімнің жай ғана оқырмандарыма, енді ағайын туысқаным, таныстарым ғана ғой, сол 400 адам, соларға өзім нәтижемен бөліскім келді. Содан Инстаграмға салдым, сторис етіп салдым. Сторис етіп салған кезімде көптеген сұрақтар келді маған. Қалай арықтадың, айтшы, енді -6 килограмм 3 күннің ішінде, 3 күндік ашығумен деген ұнайды ғой адамдарға. Ондай нәтиже көрсету басқа әдістермен мүмкін емес. Ашығумен блогта көрсете бастадыңыз? Блогта көрсете бастадым, содан кейін қызығушылық пайда болды. Қалай деген сұрақтар көбейіп кетті. Мен енді алғаш сол контентті түсіріп бастаған кезіңізде қиын болды ма контентті түсіру? Блогқа шығару, оны стористе айту? Мен үшін қиын болған жоқ. Не үшін екенін білмеймін енді, бірақ мен үшін қиын болған жоқ. Өйткені мен өзім осындай ашық жарқын адаммын. Ешқандай өзіме, сырт келбетіме деген комплексім жоқ. Кішкентайымнан сондаймын, еш нәрседен ұялмаймын. Өзім қандаймын, солай бар күйімше қабылдағаннан кейін мен Инстаграмға жалпы шығуға ұялмаймын. Әлеуметтік ақпаратқа, әлеуметтік желіге шығуға ешқандай да қысылмаймын, ешқандай тақырыпты қозғауға да, қандай тақырып болса да қозғай беремін. Ол білмеймін, өзімнің мінезім ба, или кішкентай кезімнен қалыптасқан сондай нәрсе шығар. Енді сол Инстаграмда бөліскеннен кейін көптеген қызығушылықтар пайда болды, көптеген сұрақтар келді. Мен түсіндім, ол сұрақтарына мен просто так жауап бере алмайтынын түсіндім. Өйткені мен 2 ай бойы ізденген
сұрағымның оларға бір 10 минутта 5 минутта сөйлесіп отырып бере алмаймын, ол ақпарат олар түсінбейді да, мен сияқты медициналық білім жоқ. Жалпы ашығып арықтау идеясы сізге қайдан келді? Артық салмақпен, жаңа айтқандай, артық салмақпен өзімде проблема болды. 2 бала босандым, студенттік кезімде тұрмысқа шығып кеттім. Бірінші бала босанғаннан кейін сәл қалпыма келдім енді. Екінші бала босанғаннан кейін, қызымды босанғаннан кейін қалпыма келу өте қиын болды. Керісінше күннен күнге салмақ жинай бердім. Менің пигім сол 78 килограмм болды. Қыз кезімде 50 килограмм болып тұрмысқа шықтым. Енді 78 килограмм мен үшін ол как будто бір білмеймін өте үлкен салмақ болып көрінді. И жайлап жолдасымнан бір сөздер ести бастадым ғой. Бірақ сөз ғой сондағысы. Жолдасым негізі бір артық салмаққа байланысты еш нәрсе айтпайтын. Бірақ сол кезде бір киініп тұрған кезімде асығыс маған қарап тұрды да, жаным, что-то сен сандарың дәу болып кеткен сияқты иә деді маған. Ана сөз жүрегіме түк кетіп тиеді ғой. Енді әйел адам болғаннан кейін ауыр тиеді ондай сөздер. Содан кейін қой мен өзім кішкене бастайын артық салмақпен күресіп деп әртүрлі жолдарды көрдім. ПП-ны көрдім, диетаны көрдім, әртүрлі дәрілерді ішіп көрдім, бірақ ешқандай результат көрмедім. Әр кетсе бір 1-2 килограмм тастаймын да, оны резко жинап аламын. Еще олар іш пыстырарлықтай процедуралар болып көрінді да маған. Результат көру мүмкін емес болды. Содан кейін осы медицинада іздендім ғой, енді арықтаудың басқа қандай жолдары бар деп. Ашығуды интернеттен маған шықты. Соны терең зерттегеннен кейін сол саланың қазір маманы болып кеттім. Солай. Жалпы бұл әдістің ерекшелігі неде? Бұл әдістің ерекшелігі, ойбой, бұл енді Құдайдан келген әдіс қой бізге. Алла тағала бізге сол Рамазан айында 30 күн оразаны бекерге парыз етпеген екен. Негізі адамның ағзасы өте үлкен, прям уникальный етіп жаратылған екен. Тек қана адам емес, ол бүкіл тіршілік иесі солай жаратылған. Соның ішінде адам өзін өзі емдеу, өзін өзі қайтадан қалыпқа келтіру процесіне ие екен. Адам өзін қалыпқа келтіре алады екен. Арықтағысы келсе, ешқандай спортқа бармай-ақ, просто өзіне ашығу арқылы тамақтың келуіне кішкене стоп беріп, аузын тыйып, дұрыс ашығатын болса, салмақ өзі кетеді екен. Яғни біз ашқан кезімізде ағза іштегі біздің запастарымызбен қоректенеді екен. Запас дегеніміз ол біздің іштегі майымыз. Тек қана май емес қой, біз ашығу кезінде тек қана арықтамаймыз. Ашығу кезінде ең оның құндылығы денсаулығымыз жақсарады. Яғни біз ашқан кезде ағза қайтадан өзін қалыпқа келтіру процесін, яғни аутофагия деген процесс бар да, сол процесті іске қосып жібереді екен. Ал аутофагияның түпкілікті нақты мағынасы, ол қысқаша мағынасы ағзаның өзін қайта қалыпқа келтіру процесі. Ағза солай өз-өзін емдей алады. Біз яғни Алла тағала бізге сондай керемет мүмкіндік берген ғой, ешқандай дәрі ішпей-ақ қойшы деп тұр. Ешқандай әурешілік жасамай қойшы, просто ашықшы деп тұр, бізге жолын барлығын айтып қойған ғой. Біз просто өзімізге зиян келтіріп аламыз. Енді қазір арықтау туралы көп қой, әр диетолог бар, әр правильный питаниясы бар, әркім әртүрлі айтады. Мысалы, менің өзімде қазір арықтау жолында жүрмін, бірақ андай неде көп информацияның ортасында қалып кеттім да. Біреуіне барсаң, ашығып арықтау, ол денеге стресс туғызады, сен қайтадан оны 2 есе қосасың дейді. Ал қазір тренермен жұмыс жасап жатырмын, ол айтады маған, ашығып арықтайтын болсаң, сенің майың емес, мышцаларың бірге кетіп қалады, ештен кейін қалмайды деген секілді. Осыған не айтасыз? Мышцалар кете ме ашығып арықтаған кезде? Жоқ, мышцалар кетпейді. Қазір мен ғылыми тұрғыда түсіндіріп айтып өте салайын сізге. Бізде былай, ашығуға қарсы адамдар бар. Ашығу зиян дейтін адамдар ол всегда болады, бола береді. Өйткені дискуссия болып жатады. Ал ашығу зиян, ашығудың осындай зияндары бар деп айтатын адамдар, олар өздері ашық көрмеген адамдар. Ашығу туралы білім жоқ адамдар, оларға еш нәрсе дей алмаймын. Просто оларда ашығу туралы білім жоқ қой. Олар просто сырттай біреудің бір дұрыс емес ашыққан бір результатын көріп алады ма, немесе бір жерден тоже сол ашығып көрмеген бір врачтың айтқан ашығу зиян деп айтқан бір мақаласын оқып алып, сол ашығу зиян деп жүреді. Ал на самом деле шынайы ашыққан адам, ашығып көрген адам, ол түбегейлі сол ашығу зиян деп айтқан адамдар көзқарасын өзгертер еді. Ашығу кезінде
ешқандай ағза стресс алмайды егер дұрыс ашығатын болса. Ашығу дегеніміз ол ойыншық емес, әрине оның өзінің дұрыс жасалу жолы бар. Ашығуға дұрыс кіру керек, ашығу процесінде де дұрыс ашығу керек. Ол ашығып болғаннан кейін сол баяғы бешбармақ палауымызға өтіп кетпей, ақырын асқазанды қайтадан тамақ қорытуға үйретіп, ашығудан шығу процестерін жасау керек. Грамотно дұрыс ашығу дегеніміз осы. Осылай грамотно ашқан кезде адамның ағзасына ешқандай зияны болмайды, тек қана пайдасын көретін болады. Енді бұлшықет мәселесіне келетін болсақ, ашығу кезінде бұлшықет кетпейді, өйткені бізде адам ашыққан кезде бізде ағзада өсу гормондары бөлінеді. Ол табиғи. Бізде мысалы бала кезімізде бізге өсу гормондары бөлініп отырды да, бізде ол өсірді. Өсу гормоны соматотропин деген гормон. Біз енді өсіп болғаннан кейін, өзіміздің өсу шарықтау шегімізге жеткеннен кейін ол гормон өзінің бөлінуін өте минималды дозаға азайтып жібереді да, енді ол бізге қажет емес қой. Біз өсіп болғаннан кейін адамзатта уже ары қарай кер процесс жүреді, қартаю процесі жүреді. Өсу гормоны тоқтағаннан кейін жаңағыдай именно тек қана ашыққан кезде ғана ағза түсінеді екен. Мынау ашықты, демек маған қайтадан қалпыма келуге мүмкіндік беріп тұр, мен осы мүмкіндікті пайдаланайын дейді де, жаңағы аутофагия процесс деп айтып жатырмын ғой, іштегі сол аутофагия процесін іске қосып жібереді екен. Аутофагия процесінің ішінде бірнеше процестер жүріп жатады, соның ішінде өсу гормоны, соматотропин гормоны бөлінген кезде, соматотропин гормоны біздің ағзамызда табиғи коллаген бөліп тұрады екен іштей. Бізде өсірген осы коллаген ғой. Бұлшықет не үшін коллаген ішу керек деп жатады, өйткені ол бұлшықетімізге, терімізге эластичность береді, объемны кішкене үлкейтеді, өсуге көмектеседі деген сияқты. Ал бізде сол нәрсе ішімізде өзімізден бөлінеді екен. Алла тағала сондай керемет етіп жаратқан ағзамызда сол соматотропин гормоны біздің бұлшықетімізге поддержка беріп тұрады, и біздің ағзамыз да ақымақ емес. Алла тағаланың жаратылысында ешқандай мін жоқ. Яғни біз ашыққан кезде біздің ағзамыз бұлшықетімізді сақтап тұрады екен, жаңағы өсу гормондары бұлшықетке ешқандай зиян келтірмей тұрады екен да, и ол энергияны біздің тек қана майларымыздан, зиянды жасушаларымыздан, бізде зомби деген жасушалар болады, өзінің қызметін дұрыс жұмыс жасамайды, өлі емес, тірі емес, қатып қалған сондай жасушалар болады, солармен қоректенеді. Яғни олармен қоректеніп оларды жойғаннан кейін орнын бос қалдырып қоймайды біздің ағза, оның орнына жаңа жасуша түзіп береді. Сондай біздің жасушаның сондай қауқары бар, өзінен жаңа жасуша түзе алады. Яғни бізде коллаген бөлінсе, ағзадан соматотропин гормоны бөлінсе, жасушалар жаңарса, бұлшықетімізге поддержка беріп тұрса, мына жақтан ағза ақылды ғой бізде, ол білет өзінің жұмысын қалай дұрыс жұмыс жасау керектігін. Солай біздің бұлшықетімізді поддерживать етіп тұрады да, тек мына запастарымыздан энергия алып, бізде ағза ашығады, бірақ асқазанымыз ашығады, бірақ ағзамыз ашықпайды. Яғни энергия алып отырады осы майларымыздан, зиянды жасушаларымыздан, шлак токсиндерімізден, еще химикаттарымызбен де қоректенеді. Яғни бізде әйел адамдар көбінесе біз химикатпен көп жұмыс жасаймыз, ыдыс жуамыз, пол жуамыз, үйді тазалаймыз деген сияқты, кір жуамыз. Соның әсерінен біздің ағзамыз қазір жасушалық деңгейде химикатқа толып қалған. Біз интоксикациялық деңгейде жүрміз. И именно тек қана ашығу кезінде ғана ағза өзін-өзі осы даже тіпті химикаттардан да, ауыр металдардан да тазалай алады екен. Сондай қауқары бар. Әдемі. Айжан ханым, енді өзіңіздің осы ашығу экспертісіз, және ең алғашқы кейсіңіз өзіңіз болып отырсыз. Ашығып, сіз 26 килограмм салмақ тастағансыз, Енді осы салмақты тастаған кезде қандай қиындықтар болды? Менде салмақты тастауға қиындық ашығуға дейін болды. Ашығуға дейін бірінші салмақ тастауды мен жаңағы спорттық марафондар бар ғой, 21 күндік. Сондайлардан бастап көрдім. Әртүрлі интернеттегі жаңа блогерлерден алып, спорттық марафондарды жасап көрдім. Одан результат болған жоқ менде. Әрі кетсе бір 21 күннің ішінде 3 килограмм салмақ тастадым. Ол мен үшін өте аз результатта. Ойланасың ғой енді, мен сонда артық 25 килограмм салмағым бар, оны тастау үшін сонда қанша уақыт жүруім керек деген ойлар келеді. Мазаң қашады деген сияқты. Одан кейін екінші қадамым менде ол результат болмағаннан кейін ПП тамақтарға көштім. Қазіргі 5 мезгіл үйіңе тамақ әкеп береді ғой. Бір мезгіл әкеп береді, ішінде 5 мезгіл тамағым болады, перекустарымен бірге. Оны көрдім, мен оны 2 ай ішіп көрдім. Тоже ешқандай результат болған жоқ. Оказывается, ПП тамақтар, 5 мезгіл тамақтану біздің ағзаға негізі зиян екен. Шариғаттың
тамақтың өзінде күніне бір, ары кетсе 2 ақ рет тамақтану. 2 ақ рет тамақтану бізге жеткілікті. 5 мезгіл тамақтану бізде ағзамызда, яғни қайта перекус жасай беру, сен жай ғана жаңғақ жесең де, жай ғана бір өрік алма жесең де, ол дұрыс тамақ болып тұрса да, бізде ағзада инсулиннің деңгейін жоғары деңгейге көтеріп жібереді екен. Сонда біз тамақ жеген сайын жей бергіміз келеді ғой? Иә, инсулиннің деңгейі жоғарғы дәрежеде тұрған кезде ағза майларды қорыта алмайды екен. Керісінше сол тамақтарды қорытуға шамасы жетпей келеді екен да. И жеген тамақтарымыздың барлығын майға айналдырып, ағзаға май қылып жинай береді екен. Енді келесі менде болды капсулалар, дәрілер болды. Мен ішіп көрдім тоже. Енді үмітім үзіліп бастаған кездерде сол нәрселерді көрдім. Одан керісінше денсаулығыма өте қатты зиян тигіздім. Менде білесіз ба, ол енді ондай дәрілердің құрамына, енді медицинада мен білемін жалпы адам ағзасына зиян екенін, психотроптық дәрілер қосылады екен да, наркотикалық дәрілер. Олар біздің санамызда, миымыздағы просто қарны ашу сезімін ұйықтатып қоя салады екен, өшіріп қояды. Ол бізге зиян. Ол өшіріп қана қоймайды, біздің миымызға тосқауыл болып, жаңағы эмоциямызға әсер етеді. Психологиялық тұрғыда өзімізді ұстауымыз қиындайды, ашуланшақ болып кетеміз. Мен де сондай болды, ашуланшақ болып кеттім, күйеуімен көп ұрыстар болып кетті сол кезде, сол дәрілерді ішкен кезде. Қарны ашу сезімі жоқ, бірақ шөлдей бересің, су көп ішіп қоясың. Одан кейін түнде ұйқы жоқ. Жүрегімнің дүрсілін қатты, енді тахикардия боласың. Түнде ұйықтап жатқан кезде мен өзім жүрегімнің кәдімгідей тік етіп соғып тұрғанын естіп жататынмын. Таңғы сағат 6-ға дейін ұйықтай алмаймын. 6-да ұйықтағанның өзінде бәрін біліп жатам. 1 сағат зорға демаламын да. Кейін осындай жағдайлар болғаннан кейін көзіме бір нәрселер көрініп кетті, паническая атака басталып кетті, қорқып кеттім, андай болады ғой. Болмашы нәрселерден қорқасың. Кейін тоқтаттым бұл нәрсені. Одан кейін қой айналайын, есім барда елімді табайын деп бұл дәрілерді қойып, осы ашығу саласына келдім ғой. Менде де бір не бар, пример. Жақын дос баламыздың келіншегі құдалыққа дайындалған. Сөйтіп 21 күн бойы осын ішкен ғой, капсулама білмеймін не ішкен. Сөйтіп ол 21 күнде 20 кило тастаған, тура ертең құдалық деген күні оянбай қалған. Жаным. Сөйтіп 3 баласы бар, күйеуі келіп, арықтағанда не пайда, үйтіп ішіп деймін да. Денсаулығын кететін болса, 21 күн ішкен өте ауыр шығар. Мен деген бір 6 күн ба іштім. Соның өзінде осындай әсер болды. Ол ханым енді представляю себе. Менде де болды кейсте, маған енді қыздар жазып жатады ғой. Маған да келді бір жақын туысым, мен қазір жаназаға бара жатырмын, Айжана ханым, мен ашуымды тоқтата тұрсам болады ма деп бір ханым жазды да, мен курсыма қатысып жатқан ханым. Не себеп десем, осы атын айтпай қояйын, бір дәріні ішіп, арықтауға арналған өмірден озып кетті, бауыры іріп кетіпті деді. Бауыры енді қанталап кеткен, іріп кеткен. Негізі ханымдарға мен кеңесім, ешқандай арықтатуға арналған қазір көптеген уколдар да шығып жатыр, дәрі-дәрмектер ешқайсысын пайдаланбаңыздар. Просто ашығыңыздар, Құдайдың берген мынау табиғи әдісіне еш нәрсе жетпейді. Біздің ағзамыздың өзінің қауқары жетеді, арықтауымызға жетеді қауқары. Просто жай ғана мүмкіндік жасап берсеңіздер болды. Жоқ, сіздікі кәдімгідей сезіледі, кәдімгі арнайы техникасымен мен де ішіп көрдім ғой, 2 күн жеңілдікпен жүрдім, бірақ ашығу дегенде мен былай түсінетінмін. Азаннан кешке дейін чисто алма жейсің, или чисто айран ішесің деп түсінетінмін. Сіздің обучениеңізді алған кезде, жаңағы курсыңызда, бәрі басқаша, кәдімгідей техникалармен, орын-орынмен, ретімен екені көрінді. Бізде ашығып арықтау курсында барлығын енді, мен енді медициналық білімім бар болғаннан кейін білемін ғой, енді барынша адамның ағзасына кері әсері болмайтындай, 100% барынша енді максимально пайдасын алатындай етіп жасадым. Менде осы ашығып арықтау курсын жасау себебім де сол ғой, жаңағы сіз сұрадыңыз ғой, не себепті деп. Мен сол ханымдарға бір ауыз сөзбен түсіндіре алмайтын болғандықтан, не үшін осы ашығып арықтау курсын бастамасқа деген сұрақ келді. Солай осы мен блогпен де осы ашығып арықтау курсын жасауым, сол блог жүргізуімен байланысып кетті ғой. Енді сіздің қазір ашығып арықтау курсында өзгешеліктер бар екен, психологтардың несі. Енді арықтау кезінде психологиялық дайындық қаншалықты маңызды?
Бізде қазір ашығып арықтау курсын жаңартып жатырмыз. Ішіне жаңа керемет мықты осы Қазақстандағы менмін деген психолог ханымдардың жаңағыдай сабақтарын қосып жатырмыз. Құралай ханым танитын шығарсыз, Құралай ханымның осы ашығуға қатысты, арықтауға қатысты, психологиялық дайындыққа байланысты сабағын курсқа ханымдарға от души бір пайдалы болсыншы деп қостым. Ол жерде өте ауқымды тақырыптар қозғалған. Ал жалпы өзімнің психологиялық дайындық, мен өзімді қалай дайындаймын, сол туралы айтайын, ханымдарға қалай кеңес беремін. Жалпы мен бірінші кезекте ашығуды бастардың алдында өзіммен келісіп аламын. Біз әрдайым бір тірлікті бастайтын кезімізде, бір істі бастайтын кезде адам өзімен келісіп алу керек. Мен мысалға айтамын, өзіне мақсат қою керек. Миға не беру керек, задача беру керек, тапсырма беру керек. Миға тапсырма берген кезде, ол тапсырманың қандай пайдасы бар екенін миыңызға түсіндірсеңіз, ми сол тапсырманы оңай орындайды. Мен мысалға айтамын, Айжана, так, екеуміз ашығамыз. Давай ашыққан кезде сенің денсаулығың жақсарады. Мен 5-6 килограмм салмақ тастағым келіп тұр, сол салмақ тастап алайын. Еще денсаулығымда кішкене бір проблемаларым бар, сол проблемаларымды дұрыстап аламын. Еще ашығып болғаннан кейін мен өзіме бір қалаған бір нәпсіме жағатын бір нәрсені орындаймын. Мысалға мен бір ұзақ уақыт бойы жегім келіп жүрген бір тағам болуы мүмкін. Өзіме жасағым келіп жүрген сыйлығым болуы мүмкін. Сумка алғым келіп жүрген болуы мүмкін. Массажға барғым келіп жүрген болуы мүмкін. Әр адамның енді қызығушылығы әртүрлі. Мен қызығушылықтарым мысалға табиғатқа шыққанды ұнатамын. Ашығып арықтап болса, мен осындай Қазақстандағы или осы Шымкентте де әдемі жерлер көп, осындай жерге апарам сені деп өзіме келісіп аламын. Миға тапсырма берем, ми сол нәрсені уже оңай орындайды. Курсқа қатысушы ханымдарға да солай кеңес берем. Өзіңмен келісіп алып, өзіңе мақсат қой. Мақсатқа жетудегі саған ол нәрсенің артықшылықтары қандай, пайдасы қандай, соны өзіңе түсіндір. Соны түсіндірген кезде ол нәрсеге оңай жетесің. Менің психологиялық дайындығым осындай. Ал енді сіздің бұл маңызды, Әрине маңызды. Енді осы ашығып арықтауда қандай адамдарға болмайды? Ашығуда бізде қарсы көрсетілімдер де бар. Ол барлық нәрседе бар. Ашығуда бізде қарсы көрсетілім баласы қосымша тамақтанбайтын емізулі ханымдарға ашығуға болмайды. Енді бұл қарапайым түсінікті нәрсе, балаға азық керек дегендей. Қосымша тамақтанып бастаған кезде уже ақырын 1 күндік, 2 күндік, 3 күндік ашығулардан бастай берсе болады. Екінші мәселе, жүкті ханымдарға мүлдем ашығуға болмайды. Бұл да өте логично, қарапайым нәрсе, балаға тоже азық керек. Іште бала дамып жатыр, өсіп жатыр, дәрумендер керек дегеннен оларға ашығуға қарсы көрсетілім. Одан кейін болмайды, дәл қазіргі сәтте острый периодта жүрген, бір ауырып жүрген адамдар болады ғой, бір ауруы асқынған адамдар, емделіп, дәрі-дәрмек қабылдап, солай бір ауырып жүрген адамдар болса, орташа дәрежеде емес, именно қатты дәрежеде ауырып жүрген адамдарға болмайды. Одан кейін сахарный диабеттің, қант диабетінің 1-ші және 3-ші типтеріне уже оларды біз ашығумен емдей алмаймыз, көтере алмайды ашығуды. Жүрегінде өте қатты ақауы бар, жаңағыдай жақында операция болды мысалға, немесе бір қатты жүрегінде үлкен бір порогы бар адамдар, сондай болады ғой, оларға ашығуға болмайды. Өтінде үлкен көлемді тасы бар, өте қатты үлкен көлемді тасы бар ханымдарға ашығуға болмайды. Ал сахарный диабеттің преддиабет деп айтып жатамыз ғой, әлі басталмаған, сахарный диабет болмаған, бірақ болайын деп тұрған периодты преддиабет деп айтамыз. Инсулин резистенттілік. Осы инсулин резистенттілікпен ауырып жүрген адамдар ашығатын болса, бірақ ашығудан емделіп алады. Өте керемет сондай пайдасы бар. Одан кейін болады бізге онкологический аурулар енді бастапқы стадиялары бар ғой. Сондай бастапқы стадияларында ашығатын болса, тоже емделіп алынады. Қатты өткізіп алмай, химиотерапияға дейін жетпей, осы ашығумен-ақ сол нәрселерді емдеп алуға болады. Бізде өте көп кейстер бар. Осы онкологиялық ауруларын емдегендер, жаңағыдай эрозия шейки матки, мен өзімде де эрозия шейки матки болған.
Екінші баланы босанғаннан кейін менде одан кейін бірнеше түсік болды. 3 рет түсік тастадым. Сол кезде қатты стресс болып кеттім. Бұл эрозия шейки матки көбінесе стресстік жағдайлардан пайда болып жатады. Иммунитеттің түсуінен сол кезде сондай жағдай болды менде. И білесіз бе, мен 5 рет ашығып болғаннан кейін мен күнделік әр ашығуымда барып тексеріліп жүрдім. Эрозия шейки матка менде 5-ші ашығуда уже түбегейлі мүлдем жоқ болып кетті ғой. Еще ол кезде менде еще мынандай диагноз қойған, подозрение онкологияға деп қойған. Онкологияға уже анализ тапсырамыз деп сөйтіп жүргенбіз. Сол кезде шүкір Аллаға осы жағдай менде өте керемет нәтижесін берді. Курсқа қатысып жатқан ханымдарда болып жатыр, бала көтере алмаған ханымдар көтеріп кетіп жатыр. Кейстер бізде 5 жыл, 10 жыл, 1 жыл, 8 жыл, 3 жыл көтере алмаған ханымдар бала көтеріп жатыр. Ол бізде жаңағыдай матканы өте жақсы тазалайды, ашығу. Артық тамақ, артық ауру деген осы десеңізші. Иә, тек қана арықтау емес қой. Бұл мен ашығуды әлемдегі кез келген ғылым бар ғой, өте үлкен ғылымдар бар бізде, ғалымдар бар. Мынау Марсқа ұшырып жатырмыз дейміз, өте керемет, ойбай бір керемет жаңалық ашып жатырмыз, мынандай робототехника ашып жатырмыз, ұшатын машина жасап жатырмыз деп жатқан кезде мен ол әлемнің ең керемет деген ғылымдары ашығудың жанында салыстыруға келмейді дер едім. Өйткені адамзатқа бұл әлем адамзат үшін жаратылды, ал адамзатқа ең керек нәрсе ол денсаулық. Адамның денсаулығы болмаса, өмірде ол еш нәрсе оған қызық болмайды. Тек қана денсаулығымен ғана алысып өмір өтіп кетеді. Денсаулығы жақсы адам ғана бақытты болады деп ойлаймын. Өйткені басқа нәрсеге де қызығушылығы болады, өмірдің ләззатын сол кезде ғана сезіне алады деп ойлаймын. Ал енді қазір көрермендеріңіздің аудиторияңызда ең көп қойылатын сұрақтары қандай? Ең көп қойылатын сұрақ менде ашығудан кейін қайтадан салмақ жинап алмаймын ба деген сұрақ қояды. Маған да қызық ол. Иә. Ашығудан кейін мен өзім ешқандай салмақ қосқан жоқпын. Мен қоссам да тек қана эксперимент ретінде мен әртүрлі эксперименттер жасағанды жақсы көремін. Тек қана ашығу саласына емес, әртүрлі салмақты салаларға әдейі өзім зиянды жолдармен салмақ жинап, жақында ғана сондай болды. Қайтадан арықтап, енді бұл мен жұмысым ғой, көрсетуім керек та адамдарға. Солай салмақ тастап жатам. Бірақ ашығу кезінде салмақ тастамайсыз, салмақ қоспайсыз, ашығып арықтап болғаннан кейін, өйткені бұл табиғи әдіс. Бұл ашығып арықтаған кезде сіздің тек қана бір үстіртін, мысалға спортпен арықтайтын болсаңыз, ол жерде көбінесе тастап кетсеңіз бірден салмақ жинап алу мүмкіндігі бар. Өйткені ол жерде ол сіз ағзаны қинап спортпен андай тек қана немен силовая тренировкамен күшпен ғана салмақ тастадыңыз да, ағза сол күшке үйреніп қалады. Сол күшті ағзаға қайтадан беріп отырмасаң, сол салмақты қайтадан жинап аласың. Салмақты жинап алу мәселесіне одан кейінгі тамақтану да кіреді. Бізде ашығып арықтау курсында ашығып болғаннан кейін де қалай қарапайым үй жағдайында үйдің тағамдарымен дұрыс тамақтану керек, сол мәселені де үйретеміз. Ашығып болғаннан кейін, яғни біз болды, давай жаным, әрі қарай өз-өзіңмен әуре болып, келесі ашығуға дейін не істесем осы деп ханымдарымыз тастап қоймаймыз. Біз ашығып болғаннан кейін әрі қарайда келесі ашығуға дейін қалай дұрыс тамақтану керек, қарапайым жолмен, ешқандай қиындықсыз сол мәселелердің барлығын айтамыз. Одан кейін ашығу кезінде көбісі ойлайды, салмақ тез кеткеннен кейін тез жиналады деп. На самом деле салмақ жинау оңай емес ағзаға. Ол салмақ деген, сіз ойлаңызшы өзіңіз, салмақты жинап алуға қанша уақыт кетті да? Менде мысалға салмақ 78 килограмм болуым үшін менің 3 жыл, 4 жылдай уақытым кетті мысалға. Ол жылдар бойы, айлар бойы болатын процесті. Сол үшін ашығумен именно тастаған салмақ оңай жиналынбайды. Ал енді өзіңіздің тәжірибеңізде алған ең үлкен сабақ не? Ашығудан ба? Өмірден. Өмірден алған сабағым дер кезінде бастау, кейінге қалдырмау. Біз әйел адамдар, жандарым, мен әйелдерді қатты қолдаймын негізі. Екеуміздің бағытымыз бір екен деп жатқанымда сондықтан ғой. Кішкентай кезімізден көреміз ғой, кішкентай кезімізде көріп өстік ауылдың әйелдерін, ағайын туысымызды, жақындарымызды соншалықты өмірдің мынандай тауқыметін көрген,
үйдің тіршілігіне басымен кіріп кеткен, прям өзін басқаларға арнап қоя салғанда, өзін тастай салған ғой жерге. Мен айтар едім, дер кезінде есіңізді жинап, өзіңізге көңіл бөліп, қазір өзіңізге жасағыңыз келіп жүрген қалауыңыздағы әрекеттерді кейінге қалдырмай, мысалға арықтау деген ол кез келген артық салмағы бар адамның арманы, ол мақсаты. Сол нәрсені кейінге қалдырмау керек, өйткені артық салмақ ол қаласаңыз да қаламасаңыз да денсаулығыңызға әсер етеді. Ал енді айтып жатсыз ғой, енді үйде отырған осы әйелдер неге өздерін қайтадан қолға алу соншалықты қиын оларға? Қалай ойлайсыз? Енді бұл жағдайда әртүрлі жағдайлар болады деймін, деп ойлаймын. Әйел адамға да оңай емес, барлық отбасы. Бізде былай ғой, жалпы біз қазақтың әйелдері өзімізге көп жауапкершілік алып алғанбыз. Отбасымызды арқамызға асылып алғанбызда, кейін сүйрелеңдеп жүреміз ғой. Келісесіз ба? Иә. Сол арқадағы жауапкершілікті тастау керек деп ойлаймын. Тастау керек та. Отбасыңыздағы жаңағыдай басқа да адамдар бар ғой, әр адамның өзінің отбасыда атқару керек қызметі бар, әркімнің өзінің рөлі бар дегендей, жаңағыдай барлық жауапкершілікті кішкене жерге тастап, өзіңізге керектіні ғана алып, өзіңізге қатысты ғана жауапкершілікті алып, жұбайыңызға керекті жауапкершілікті соларға беріп, солай жасаса бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Енді айтуға оңай, негізі білмеймін. Әр адамның отбасыдағы ситуациясы әртүрлі. Білмейміз не болып жатқанын. Әйел адамға ер адамның қолдауы керек негізі. Өте қолдауы керек. Енді ері жоқта әйелдер бар, жалғыз басты әйелдер де бар. Ішкі мендеріңізді жоғалтып алмаңыздар деп айтар едім. Әр адам жеке тұлға. Әр адам бұл өмірге үлкен бір Алланың бір тапсырмасымен, Алланың бір сізге берген миссиясымен өмірге келгенбіз. Сол миссиямызды өмірге келген кездегі өміріміздің мән мағынасын жоғалтып алмауымыз керек екен ғой біздің. Ең сол үйде отырған уақытым жоқ деген әйелдерге қандай мотивация бересіз? Уақыт жоқ деген сөзді мен жақтырмаймын негізі. Уақыты жоқ деген сөз ол еріншектің сөзі негізі. Кез келген адам қалаймын деген нәрсесіне уақыт табуға болады. Қазір ертең Турцияға ұшамыз десек, біз мысалға ертең бір шетелге шығамыз, дайын тұр, таңғы сағат 5-те десек, 4-те десек, дайын тұрады сол уақытта. Просто бізде құндылық қой бізде. Біз қазақтың әйелдері денсаулыққа келгенде құндылық бізде жоқ. Бізге тек қазақтың әйелдеріне тойға әдемі болып барсам, тойға бір апта қалған кезде арықтап алсам, сол сыймай тұрған көйлегімді киіп алсам, сыртым жылтырап әдемі болып жүре берсем, ішім бәрібір деген позицияда жүреміз. Ал бізде үйде отырып олар өздерінің денсаулығын қадағалауға қандай кеңес бересіз? Үйде отырып ашықсын. Біздің курс сол үйдегі ханымдарға арналған ғой. Тек қана үйдегі емес, әрине кез келген жұмыс жасайтын кез келген әйелге, бірақ үйдегі отырған ханымдарға да бұл өте керемет күшті мүмкіндік. Ашыққан адамда просто бір оқпен бірнеше қоянды атуға болады. Бұл жерде мен айтып отырған денсаулықты да реттейсіз, сырт келбетіңізді реттейсіз, жасарасыз, ашқан кезде коллаген бөлінеді дедім, әжімдеріңіз кетеді, беттегі дақтарыңыз кетеді, ағарасыз, сұлуланасыз, көзіңіз, ажарыңыз ашылып шығады. Одан кейін ашығу тек қана сырт келбетке ғана әсер етпейді, ашығу санаға, ойға, мидың дұрыс жұмыс жасауына. Одан кейін ашыққан кезде бізде психологиялық тұрғыдағы жағдайыңызға да әсер етеді екен. Ашыққан кезде бізде бақыт гормондары өте көп бөлінеді. Мен өзім байқаймын, ашыққан кезде ұрыса алмайды екен. Ұрысқым келсе де күліп жіберемін, өйткені ашыққан кезде жаңағы дофамин, серотонин, окситоцин деген біздің бақыт гормондарымыз бар. Ағзада мейірім гормондары, сондай қуаныш гормондары да ол. Осы гормондар шамадан тыс көп мөлшерде бөлініп тұрғаннан кейін бізде психологиялық тұрғыда өзіміздің стресстік жағдайдан да ашығу арқылы өзімізді шығара алады екенбіз. Өйткені бізде ашыққан кезде үйде отырған ханымдардан келетін көп отзывтар: Айжана ханым, мен өзіме ұнап бастадым. Айнаға қараған кезде, рахмет сізге, айнаға қараған кезде өзіме ұнап тұрмын дейді ғой. Бұл нәрсе өте күшті бастама. Бұл бастамасы әрі қарай уже адам ханым
мысалға ашыққан кезде интеллектуалды жағдайы да артады екен да, адам көп миы қатты дұрыс жұмыс жасағаннан кейін жаңа нәрсе ізденгісі келіп тұрады, білгісі келіп тұрады, адамның білімге деген құштарлығын да арттырады екен. Енді осы аналарға арналған қарапайым бір күнделікті жасайтын 5 әдетті атап өтіңізші. Күнделікті жасайтын соны әдетке айналдырса 5 әдет жақсы болады деген. Жалпы мен айтар едім, қазір көп қой енді. Көп қой. Иә, көп. Шатас-шатат қайсысын аларын білмей, 1045 марафон алып алады да, бірін басты аяқтамай жатып, екіншісін алып жатады. Қайсысы ең рабочий, өзіңіз қолданатын деген? Ең рабочий қарапайым нәрсе мен тазалықтан баста дер едім. Тазалық ол именно ішкі ауыз, мен стоматологпын ғой енді, ішкі ауыз қуысының тазалығынан. Өйткені көп инфекциялық аурулар ол ауыздан келіп жатады. Еще біздің тісіміздің атқаратын басқа да қызметтері бар. Тіс ол біздің жаңағы жеп жатқан тамақтарымыздың, ол тісіміздің астында рецепторлар бар екен да, бұл не тамақ жеп жатыр екен, мен асқазаныма бұл тамақты жеу үшін қандай сөл бөлемін, сол туралы уже біздің тісімізден ол мәселе шешіліп қояды екен. Так, бұл қатты нәрсе жеп жатыр, қатты нәрсеге арналған, мен сол нәрсені ерітуге арналған рецепторды бөлемін деп уже алдын алады. Сол үшін біз бірінші кезекте азанда тұрған кезде тісімізді жақсылап жууымыз керек. Бірінші мәселе. Одан кейін мен спортты, бәрі бір спортты кеңес берер едім ханымдарға. Өйткені біз қазір отырықшы барлығымыздың жұмысымыз, баратын жерімізге отырып барамыз, таксимен, машинамен, жұмысымызда отырамыз. Бізде активность болмағандықтан қан айналымы дұрыс болмайды, денсаулығымызға тоже әсер етеді. Артық салмақтың пайдалы болуына тоже осы қимылымыздың жоқтығы әсер етеді. Одан кейін үшінші мәселе, мен тағамды аз жеу. Яғни аптасына бізде нәпіл оразалар да бар ғой. Ол да дінде сондай. Оразаны ұстаңыз 30 күн, денсаулығыңыз позволять етіп тұрса, аптасына 2 күн ораза ұстаңыз. Аптасына 2 күн ораза ұстауға шамаңыз келмесе, просто дұрыс ашығу методикасымен, біздегі ашығып арықтау методикасымен көп ауруларды алдын аласыз. Артық салмақпен проблемаңыз болмайды, просто ашығыңыз. Одан кейінгі кеңесім, ізденіңіздер, өздеріңіздің сүйікті істеріңізге күнделікті бір аз да болсын уақыт бөліңіздер. Өз не ұнайды сізге? Кітап оқу ұнайды ма? Сурет салу ұнайды ма? Спортпен айналысу ұнайды ма? Қарапайым кино көру ұнайды ма? Киноның да пайдалысын көріңіз деген сияқты өзіңізге ұнайтын бір әдіспен, жұмыспен айналысу. Одан кейін сол күнделікті психологиялық тұрғыда өзіңізге рахмет айту, психологиялық жағдайыңызбен айналысу, яғни таңертең уже жақсы көңіл күймен оянып, кешке барлық нәрсені, өмірде болған қиын ситуацияларды ұмытып, кешіретін адамды кешіріп, пофигист болу дейді ғой. Бұны басқа адамдарға кеңес беру оңай, бірақ мен өзім сондай адаммын да. Өмірде пофигист адаммын. Пофигист дегенде енді тым қатты емес, әрине, бірақ ешкімнің мен туралы жаман сөзі маған ешқандай әсер ете алмайды. Яғни өзімнің мынандай әлемім бар, сол әлеміме жаман энергияларды кіргізбеймін. Мен өзім сондай ереже ұстап қойған. Кіріп бара жатқан нәрсені просто шығарып жіберемін. Осылай психологиялық жағдаймен айналыссын. Басқа қандай кеңес беремін? Басқа кеңес беретін адамдар көп. Енді осы салбыраған тері мәселесі бойынша әйелдер үй жағдайында қалай соны болдырмауға болады? Соның жолы бар ма үй жағдайында? Салбыраған тері мәселесі көбінесе арықтаған кездерде болып жатады. Бірақ маған көбінесе келетін сұрақ мынандай ғой. Ашығып арықтаған кезде терім салбырай ма деген сұрақ келеді маған. Менің жауабым, ашығып арықтаған кезде тері салбырамайды. Өйткені жаңағы айтып отырған коллаген бар, бөлінетін. Сіз одновременно арықтап отырып, теріңізді жиырып отырасыз. Яғни теріні жиырып отырып арықтағаннан кейін тері салбырамай әдемі арықтайсыз. Мен енді 26 килограмм салмақ тастадым, терім салбырамаған, әдемі арықтағанмын. Енді терісі салбырап қалған адамдар болса, тоже ашығуды кеңес беремін. Ашығумен ақырын теріні жиыруға болады. Одан кейін тек қана ашығу емес, әрине енді терісі қатты салбырап қалған адамдарға
жаттығулар бар, арнайы жаттығулар бар, таңда жасайтын. Одан кейін мындай массаждар бар. Күнделікті таңертең теріні жиыруға арналған жаттығулар деп ютубтан іздейтін болса, әртүрлі жаттығулар шығады. Қолға киіп алып, ағаш инструменттермен жасайтын жаттығулар бар ғой, солармен теріні жиыруға болады. Бірақ мен кеңес берер едім, именно арықтап жатқан кезде терім салбырап қалмай ма деп қорқынышы бар адамдар спортпен арықтаған кезде, тері салбырайды, көресіздер ғой, спортпен арықтаған адамдарды бүйтіп фартук деп жатады ма, сонда фартуктары қалып кетіп жатады. Өйткені ол спортпен арықтап жатқан кезде ода коллаген бөлініп жатқан жоқ ағзада. Ашығудағыдай процесстер жүріп жатқан жоқ, сол үшін тері сол кезде салбырап қалады. Попомен арықтаған кезде де сондай, дұрыс тамақтанумен арықтаған кезде де солай тері салбырап қалып жатады. Ал енді осы арықтау кезінде көбінесе әйелдерде стресспен өздерінің шаршап кетеді, бір шаршап келіп опырып жеп алады ғой. Осы нәрселерді болдырмау үшін сол кезде не істейді? Бұл енді адам өзімен дұрыс жұмыс жасау білу керек, өзіне талапшыл болу керек, арнайы мамандарға жүгіну керек, психологиялық жағынан дұрыс көмектесетін. Жаңағыдай тағамды көп жеп қою бізде көбінесе стресстен болып жатады ғой. И біз ойлаймыз, стрессті тек қана тамақ басады деп, бірақ стрессті басудың басқа да жолдары бар. Жаңағы адам айтып жатырмын ғой, өзіне қызықты мәселелермен, өзіне қызықты істермен айналысып бастаған кезде, өзінің өміріне жаңа бір жаңалықтарды енгізіп бастаған кезде стресстік жағдай азайып, тамаққа деген қызығушылығы да азайып, яғни сондай проблемалар болмайды. Бұл жағдайда енді психологтың көмегіне жүгіну керек болады. Ол санадан болып жатқан жағдай ма? Ашығып арықтаған кезде арықтап бітеді ғой, ашығып. Одан кейін ары қарай салмақ қосып алмаудың ең оңай тәсілі қандай? Енді қоспайды дедіңіз, все-таки тамақтануды дұрыстау керек қой. Бізде, мен осы жерде айта салайын, просто өзімнің ашығып арықтау курсыма қатысып жатқан ханымдарға қандай кеңес беремін. Күнделікті ешқандай перекуссыз күніне 2-ақ немесе 3-ақ мезгіл дұрыс тамақтану жеткілікті. Осылай тамақтанатын болса, яғни балансированный тамақтану керек. Ол күнделікті қуырдақ 3 мезгіл, бешбармақ 3 мезгіл деген сөз емес. Ол күнделікті балансированный, бізге ағзаға белок керек, клетчатка керек, ақуыз, нәруыз деген сияқты клетчатка, пайдалы майлар керек. Одан кейін углеводыды да біз өз мөлшерінде жеуіміз керек та. Мен ханымдарға кеңес берем. Қарапайым жазсын тарелка әдісі деген нәрсе бар бізде. Мен осы нәрсені қолданамын өзіме. Өзімде күнделікті тамақтанған кезде тарелка әдісін аласыз. Тарелкаңызды мына жерге шығарып қойсаңыздар да болады, монтажға. 3-ке бөлесіз. Оның 50% салат, яғни клетчатка болу керек. Кез келген көкөніс, жеміс, дәнді дақылдар болса болады. Одан кейін 25% белок болсын. Белокқа жатады ақуыздар, жаңағыдай балық, ет өнімдері, сүт өнімдері, сыр деген сияқты, ірімшік, творог, сиырдың еті, тауықтың еті деген нәрсе, осы нәрселер белок болып келеді. Белоктың жанына кішкене пайдалы май қоссын таңғы асқа. Пайдалы май дегеніміз ол малдың майы, немесе жаңағыдай зәйтүн майлары, қолдың сары майы деген сияқты нәрселер. Ал қалған 25%-на пайдалы углеводы болу керек. Пайдалы углеводы деп отырғанымыз жаңағыдай дәнді дақылдардың гречка, перловка, бидай өңделмеген түрі, күріштің де жаңағыдай қатты өңделмеген түрлері, осылар пайдалы углеводылар болып есептелінеді. Осылай балансированный тамақтанатын болса, күнделікті тамақ қосылмайды. Біз негізі күнделікті осылай дұрыс тамақтануымыз керек, негізі. Ал енді Айжана ханым, біз әйелдердің дамуы, тамақтануы, әдемілігі жайлы барлығын айттық. Өзіңіз айтып отырғандай, екеуміздің миссиямыз, келе жатқан бағытымыз бір екен деп ше. Мысалы, мен де Алем Вуменде әйелдермен жұмыс жасаймын. Сіз де өзіңіздің арықтауда әйелдерге пайдам тисін деген мақсатта жасайсыз. Енді қаншама әйелдермен жұмыс жасап жатырмыз, Сіздің ойыңызша әйелдерге қазір ең қатты керек қолдау нәрсе не ол? Ең керек қолдау әйелге? Әйелді әйел қолдасын. Менің девизім сондай, қыздарға айтып отырам ғой.
біреудің результатын көрдіңіздер ма, қуанып қолдап жіберіңіздерші деп айтып отырамын да. Курстағы ханымдарда да чатта бір-бірлеріңізді қолдаңыздар, результат көрсетіп отырған адамдарға мотивация болсын, өздеріңіздің результаттарыңызды көрсетіңіздер деп солай айтып отырамын. Бізде қоғамда әйел бұл нәрсеге енді келіп жатырмыз. Әйел әйелді қолдасыншы деген сондай бір ішкі қалауым бар еді. Сол қалауды сіз жүзеге асырып отыр екенсіз. Керемет, қуаныштымын сізге жандардың барына. Бірінші кезекте әрине сырттан әйел адам бір-бірін қолдап отырса, одан кейін өзін өзі қолдау керек, өзін өзі дамыту керек. Біз ойлаймыз, әйел адам тек қана жаңағыдай үйдің тіршілігімен айналысу керек, бытқа кіріп кетеді деп жаңа айтып отырсыз ғой. Әйел тек қана, қалай айтсам болады, обслуживающий персонал емес. Әйел адамда жеке тұлға, оның да өзінің өмірге деген көзқарасы бар, қызығушылығы бар, өмірде атқаратын үлкен бір істері бар. Сондай просто әйел адамға бір-бірлеріңізді қолдап, бір қиналып жүрген әйел адам болса, оған негатив айтпай, керісінше кішкене қолдау беріп, жақсы болады бәрі жаным деп білетініңізді бөлісіп, кішкене бір қолдау көрсетіп, жол көрсетіп жіберсеңіздер, бір нұр үстіне нұр болар еді деп айтып дегім келеді. Ал енді осы ашығу болсын, жалпы адамдардың арасында бір мифтері мен өздерінің пікірлері болады ғой, сол бойынша тоқталып өтейік. Негізі көп адамдар ашығу зиян дейді. Бұл жайлы не айтасыз? Бұл миф па, шындық па? Ашығу зиян деген миф әрине. Бұл жаңа айтқандай, ашығу зиян деп айтатын адамдар, олар өздері ашығып көрмеген адамдар, және ашығу туралы білімі жоқ адамдар. Ашығу ол бізге кеше ғана келген білім емес, кеше ғана келген ғылым емес. Бұл өте үлкен ғылым, және бұл туралы именно ашығу кезінде болатын аутофагия процесінің адамзатқа қаншалықты пайдалы екенін уже Нобель сыйлығын алып, 2016 жылы Асуми Ясинори деген жапондық ғалым осы именно аутофагия процесі именно тек қана ашығу кезінде туындайды ғой, адамның ағзасына өте керемет пайдасы бар екенін дәлелдеп Нобель сыйлығын алып қойған. Оған дейін де бұл бертін келе 2016-да келе жатыр ма, мен кеше кітаптарды оқып жатырмын да, не деген керемет ұлы тұлғаларымыз, ұлы ғалымдарымыз ашыққан екен кезінде. Олар просто ол туралы айтып өткен шығар, жазып өткен шығар, просто бізде қазір медицина ол туралы жасырып келген. Өйткені медицинаның барлығы демеймін, адамзатқа медицина керек. Ол жедел жәрдем ретінде, мынандай хирургиялық вмешательство болатын кезінде, ем-домдар болатын кезінде, бізге керек. Бірақ бізге медицинаның қажетінсіз де ашығу арқылы емделетін, дәрінің көмегінсіз емделетін көптеген аурулар бар. Олар просто қазір маркетингтің құрбаны болып, әртүрлі дәрілермен, ол бауырына ем болса, бүйрегін ауыртып жатыр, бүйрегіне ем болса, асқазанын ауыртып жатыр, солай кері әсерлерін алып жатыр. Енді ашығуды бізде ғалымдарымыз, кеше кітаптарда оқып жатырмын да, ұлы ғалымдар, Платон, Сократ деген сияқты бізде ғалымдарымыз бар ғой кезінде. Олар философтар болған, ұлы математиктер болған. Математиктер өздері қазір мен 3 күндік ашығуды ханымдар жыр қылып отырмыз ғой, қиын ба, ойбай шыдайын ба деп. Олар 40 күн ашыққан екен. 40 күн ашыққан не үшін? Денсаулықтарын реттеу үшін, емделу үшін. Ол кезде дәрі-дәрмек деген нәрсе болмаған. Осы ашығумен емделген адамдар емделу үшін. Одан кейін олар ғылым адамдары ғой енді. Математиктер, тем более олар жаңадан бір нәрсе ойлап табу керек, формула ойлап табу керек. Математиктеріміз миларының жұмыс жасау жүйесін жақсарту үшін 40 күн деп ашыққан. Және өзінің шәкірттерін де мәжбүрлі түрде ашықтырып отыратын болған. Кеше кітаптан оқыдым осы нәрсені. Одан кейін бізде ашығу зиян дейтін адамдарға айтарым, бізде сондай бір керемет нәрсе бар да, бізде табиғатта жануарлардың өзі ашығады екен. Бұл Алла тағаланың жануарларға беріп қойған табиғи инстинкт. Негізі адамда ауырған кезде ашығу керек. Бізде білесіз, байқайсыз ба, сіз ауырған кезде мысалы тәбетіңіз болады ма?
болмайды. болмайды. Адам еш нәрсе жегісі келмейді ауырған кезде. Бірақ біз ойбай же күш болады, ойбай же аяғыңа тұрып аласың деп біз ағзаның қайтадан қалыпқа келуіне мүмкіндік бермейді екенбіз. Біз тамақ жеген кезде ағзамыз сол тамақты қорытуға көп энергиясын жұмсап жібереді екен да, қалыпқа келу процесіне энергия қала алмай қалады екен. Сол үшін ауырып отырған адам даже тамақ жемеу керек екен. Тек қана керекті мөлшерде суын ішіп отырса, ағза өз-өзін емдеп алады екен. Осы нәрсе. Одан кейін жануарлар ашығады дегенім, бұл да ғылыми тұрғыда дәлелденіп қойған нәрсе. Жануарлар ауырып қалған кезінде әртүрлі жағдайлар болады, жарақат алып қалады, уланып қалады, оларда дұрыс емес нәрсені жеп қояды. Сол кезде олар инстинктивно еш нәрсе жемей қояды екен, пока жағдайлары жақсарып қалыпқа келмегенше. Сол кезде ғана олар қайтадан тамақтанып бастайды екен. Яғни бұл Алла тағала адамдарға да жануарларға беріп қойған инстинктивный ашығу керек біз негізі. Бірақ адамзат осы нәрседен біз махрұм қалып қойғанбыз. Осы нәрседен біз өкінішке орай біз тамақты қатты бір романтизировать етіп бірінші орынға қойып қойғанбыз. Біз байқасаңыз барлық жерде бізде тамақ кездесуге барсақ та тамақ, адамдармен бір болмашы бір сағаттық талқылау керек мәселеге де тамақ, тойда тамақ, дастархан, анау адамның асқазанына сыймайтын тамақтар ғой. Негізі еще ол тойға барамыз, түнгі сағат 1-де деппін ғой, 1-ге дейін тамақ жейміз ғой. Кешкі 7-де басталатын тойға 9-да барамыз. Тамақ дастарханға 10-да келеді. Мысалы Шымкенттің тойлары сондай. 10-да келеді. Онда біз асқазанымызды демалу керек. Кешкі сағат 6-тан кейін 7-тен кейін еш нәрсе жемеу керекпіз. Ал біз асқазанға тығып жатырмыз. Азанда тұрған кезде өзімізге ренжиміз. Не үшін мен шаршап тұрдым? Не үшін шаршап тұрдым? Өйткені түнімен сенің миың ұйықтағанымен ағзаң демалған жоқ. Ағзаң түнімен сол нәрсені қорытты да, шаршап қалды. Уже сен азанда тұрған кезінде жұмыс жасауға энергияң жоқ. Солай оянасың. Ал диетасыз арықтау мүмкін ба? Диетасыз арықтау мүмкін, иә. Ашуымен арықтау. Диетамен арықтау негізі сәл кішкене ашуға қарағанда ағзаға стрессте болып келеді. Өйткені диета ол бізге миымызға шектеу да. Диетамен арықтау психологиялық тұрғыда әйел адамға қиын, чем ашуымен арықтағанда. Нормамен, калориямен жеу. Өйткені ол жерде сен калорияны есептеу керексің, сен өз-өзіңді ұстау керексің, дастарханда азақ тамақты қойып қойып, соның азын ғана жеу керексің. Бірақ мына жақта тұрады ғой, оның көп тамақ дастархан. Бізде никогда қазақтың дастарханы 1-2 тамақпен тұрмайды. Бізде бала шағамыз бар, семьямыз бар, отбасымыз бар, дастархан толып тұрады. Сол жерден өзіңе керегіңді ғана жеу негізі психологиялық тұрғыда өте ауыр болып келеді. Лучше аузыңды тыйып тастаған оңай бізге, ашыққан оңай. Ал енді арықтаған кезде адамдарға мотивациядан бөлек дисциплинаны сақтау керек, иә? Иә, әрине. Дисциплина ол адамның досы ғой, жетістікке жетелейтін дос қой. Арықтауда қалай қалыптастыруға болады? Арықтауда дисциплина ол ақырын болады екен, өзі келеді екен сол нәрсеге. Аз-аздан үздіксіз деген сөз бар ғой. Аз-аздан үздіксіз өзіңізге көңіл бөліп, күнделікті мен не жеп жатырмын, мен не ішіп жатырмын деген нәрсеге саналы түрде келетін болсаңыз, ол нәрсе өзі келеді екен. Қазір мен мысалға кез келген жерге баратын болсам, не болса соны жемеймін. Уже менде бұл нәрсе қалыптасып кетті. Ақырын бұл ашығумен келді, өз-өзіңді ұстаумен. Өзіңізге уақыт беріңіз, бұзып қойдыңыз ба, еш нәрсе етпейді. Бізде былай ғой, арықтау жолын бастап келе жатамыз да, 1-2 күн байқамай срыв болып қалды ма, болды мен біттім, енді мен арықтай алмаймын деп үмітімізді үзіп жібереміз. Еш нәрсе етпейді, жандарым, ол деген болып тұрады. Біз пендеміз ғой, біз адамбыз, қателесеміз, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Просто бізде еш қашан берілмеу керек. Қателестің ба, жарайды, еш нәрсе етпейді. Жекі жеген тамағыңнан сен семіріп кетпейсің. Ағза ол нәрсені қорытуға шамасы жетеді. Просто келесі күні қайтадан бастап кету керек. Болды. Ал витаминдерді қалай таңдауға болады? Енді витаминге келетін кезде мен бұл саланың маманы емес, бірақ сонда да айтып өте салайын. Адам өзінің ағзасына қандай витаминдер жетіспейді, сол витаминді ғана ішу керек. Артық витаминдер уже ағзаға передоз болып кетеді. Яғни шамадан тыс витамин де адамды кез келген нәрсе тым шамадан көп болса зиян болып келеді.
шамадан тым аз болса тоже зиян болып келеді. Сол үшін витаминді ішетін кезде дәрігерге барып, қаралып, арнайы анализдерін тапсырып, қандай витаминдеріңіз жетіспейді, сол витаминді ішуге кеңес берер едім. Ал бірақ витамин Д-ға келетін болсақ, витамин Д бәрімізде жетіспейді деп 100% айта аламын. Ал судың нақты арықтауға қандай әсері бар? Нақты қандай әсері бар? Су енді бізде ашығу кезінде именно мен ханымдарға мұздай су емес, комнатаның, яғни комнатный температурадағы суды емес, мен қайнақ су ішуге кеңес беремін. Ыстық па? Қайнақ су ыстық емес. Ышытылған адамның ағзасына ішуге комфортно, яғни ауыз күйдірмейтіндей температураға дейін сәл ысытылған, бірақ қайнамаған су. Яғни өзінің ішіндегі элементтерін, пайдалы минералдарын жоғалтпаған су ағзаға пайдалы болып келеді. Сол суды ішуге кеңес беремін. Бұл су бізге ағзаға өте күшті әсер береді екен да. Бізде ағзадағы жаңағы майдың жағылуына, іштегі жетпей жатқан минералдардың жетуіне, жаңағыдай ісіктің кетуіне, асқазандарымыздағы толып қалған, бізде асқазан емес, ішегімізде толып қалған шлак токсиндеріміз өте көп. Сол нәрселердің тазалануына осы қайнақ су жақсы әсерін береді екен. Мысалға, кірді мұздай сумен жуғанмен, ыстық сумен жуғанның әсері бар ғой, мысалы екеуі екі түрлі болады. Ыстық суда кір жақсы езіледі, байқайсыз ғой, енді жақсырақ кетеді. Сол сияқты сол қайнақ суды ішкен кезде де біздің ішіміздегі шлак токсиндерімізді мұздай суға қарағанда соншалықты не қылады екен, тазартады екен. Мұздай су бізге ағзаға негізі стресс, өйткені бірінші кезекте ол асқазанға, жаңағыдай асқазан жарасы, яғни язва, желудка деген сияқты аурулардың тудыруына әсер етеді. Екіншіден, біз мұздай суда ысытуға ағза өте көп мөлшерде энергия бөледі. Яғни біз ағза өзінің басқа жерге жұмсау керек энергияларын мына жақтарға жұмсап қойып, мысалға бүйректің дұрыс жұмыс жасауы осы жерден пайда болады ғой. Дұрыс жұмыс жасай алмау қалуы. Ал тәттіге құштарлықты қалай басуға болады? Тәттіге құштарлық. Иә. Сенесіз ба, тәттіге құштарлығым менің осы ашығумен кетті. Өйткені тәттіге құштарлыққа енді әртүрлі жағдай факторлар әсер етеді. Ол гемоглобиннен болуы мүмкін, ол іштегі паразиттерден болуы мүмкін, немесе психологиялық тұрғыда, немесе белгілі бір витаминдердің жетіспеуінен болуы мүмкін. Ал ашыққан кезде ағза осы барлық мәселелерді шешіп бере алады екен. Ашыққан кезде бірінші кезекте, бірінші ашығуда бізде ішектеріміз жақсы тазаланғаннан кейін, бізде келесі витаминдерді ашығып болғаннан кейін уже витаминдерді қабылдайтын болсақ, витаминдерімізді ағзаға жақсы сіңіреді екен. Бізде ішектеріміз шлак токсинге толып тұрған кезде қандай витамин ішсең де ол ағзаңа сіңбейді. Өйткені витаминді сіңіретін орган ол бізде ішектеріміз. Ішек арқылы қалған жерімізге қанға тарайды. Екінші кезекте бізде іштегі шлак токсиндерімізді, бізге миымыз оңай нәрсеге, бізге миымыз жалқау біздің оңай нәрседен көп ләззат алғысы келіп тұрады. Тәтті де сондай нәрседе. Тәттіге үйреніп қаламыз. Одан кейін тәттінің құрамында бізде қазіргі именно тәтті сулардың құрамына наркотикалық, жаңағыдай никотин сияқты құмартып тұратын сондай ол маркетингтің енді бір бөлігі бізге қайта-қайта сол нәрсені сатып алсын деген мағынада жейтін тәтті нәрселеріміздің құрамына сондай нәрсе қосылады. Ол біздің ағзамызға сіңіп қалғаннан кейін сол нәрсені тәттіні ағза бізде қалап тұрады. Ол бізден наркотический, өзіміз түсінбейміз ол нәрсені, бірақ ағза сол нәрсені қалап тұрады. Кола, мысалы, газировканы ішкің келе береді. Өйткені ағза сол нәрсеге толып тұрған, сол нәрсе соны қалап тұрады. Одан кейін, ал ашыққан кезде именно осы нәрселерден тазарылғаннан кейін, сен уже тәттіге деген құмарлығың тыйылып қалады екен. Одан кейінгі мәселе жаңағыдай паразиттер. Паразиттер де сол тәтті нәрсе жегісі келіп тұрады. Ал ашыққан кезде бізде іште маған келетін неше түрлі суреттер келеді, әртүрлі паразиттердің суреттері. Біз тек қана ашықтырып қана қоймаймыз, ішектегі шлак токсиндерді ішекте тазалау процестерінде үйретеміз да ханымдарға. Соның әсерінен паразиттерден тазаланғаннан кейін уже тәттіге деген құмарлық жойылып кетеді. Ал салмақ тастау барысында кейбір адамдарда салмақ тұрып қалады ғой. Иә. Бірге түспей қалады. Сол кезде не істеу керек, және ол кезде қалай берілмей дальше ұстап кетуге болады? Иә. Салмақтың белгілі бір уақытқа дейін тұрып қалуы это нормально. Енді ұзақ уақыт болмаса,
Өйткені бізде ағза, айтып тұрмын ғой, ағза ақылды. Ағза өз жұмыстарын жасап жатыр. Ашығып жатқан кезде кейбір жағдайларда болып қалады сондай. Салмақ сәл 1-2 күн тұрып қалуы мүмкін. Ондай кездерде ағза фокусты салмақ тастауға емес, салмақ тастауға кедергі болып жатқан мәселелермен айналысып жатыр. Яғни ағзада метаболизм, зат алмасу нашар, ағзада жаңағыдай инсулин резистенттілік, мысалға майдың ыдырауына кері әсерін білдіріп тұрады. Осы ол инсулинді реттеп жатқан шығар. Ол ағзадағы зат алмасуды реттеп жатқан шығар. Осындай мәселелер болып жатады. Сол үшін мен ашығып жатқан кезде бір күнге мысалға салмақ тұрып қалған болып жатса, еш нәрседен қорықпаңыздар, бұл қалыпты жағдай. Просто ағза өзінің дұрыс өзінің ағзасында дұрыс жұмыс жасап жатыр, ол білет не істеп жатқанын. Соны жалғастыра беру керек. Соны тоқтамай жалғастыра беріңіз, салмақ ол бәрібір түседі. Сол үшін ашыққан кезде фокусты салмаққа қоймау керек, фокусты денсаулыққа қою керек. Ал салмақ қаласаңыз да, қаламасаңыз да ол сізге подарок ретінде түседі. Уайымдаудың керегі жоқ. Енді біздің уақытымыз жетіп қалыпты. Бізде бір дәстүрлі сұрағымыз болады подкасттың аяғында, және 5 қысқа блиц сұрақтар бар, соны қойып өтейін. Ең біріншісі, бірден ойланбай сразу жауап беру керексіз. Ең сүйікті тағамыңыз? Қуырдақ. Бір сөзбен айтқанда, арықтау дегеніміз не? Бір-ақ сөзбен айтқанда. Арықтау дегеніміз өзіңе деген махаббатыңның ашылуы, өмірге жаңадан келу. Таңертеңгі ең алғашқы әдетіңіз қандай? Ең алғашқы әдетім айнаға қарап өзіме рахмет айту. Блогерлік пе, әлде дәрігерлік па? Қайсы сізге жаныңызға жақын? Бұл жерде енді мен кесіп айта алмаймын, екеуі де жақын. Өйткені мен дәрігермін, блогермін одновременно. Ал көрермендерге бір сөйлем кеңес? Бір сөйлем кеңесім, енді әйел адамдар ғой бізде аудитория. Жандарым, қазір сіз арықтау жолында жүрген болсаңыз, ешқашан үмітіңізді үзбеңіз, арықтауға ешқашан кеш емес. Ертең деген сөзді айтпаңыз, просто бүгініңізден бастап кетіңіз. Бізде ертең деген сөз ол бұлыңғыр. Ертеңіңізде сіз барсыз ба, жоқсыз ба, белгісіз. Сол үшін жай ғана қазірден бастап кетіңізші. Аз-аздан үздіксіз, тоқтаусыз әрекет сізді қалауыңызға, нәтижеңізге алып барады. Ал енді дәстүрлі сұрағымыз. Сізді блогта энергиясы жоғары, мықты эксперт ретінде барлығы көреді. Бірақ осы жолға жеткенге дейін қандай қиыншылықтар болды, кедергілер болды? Соның біреуімен бөлісе аласыз ба? Блог жүргізу оңай емес негізі. Блог жүргізу өте үлкен энергия талап етеді. Сен күнделікті адамдармен кері байланыс жасап отыру керексің, күнделікті рилс жасап отыру керексің. Бұл жерде менің кеңесім именно блог жүргізіп отырған адамдарға қанша қиын болса да, қанша ауыр болып жатса да тұрақтылық. Тұрақтылық қана адамды блогта жетістікке алып келеді деп айта аламын. Ешқашан тоқтамау керек. Мейлі арасында үзіліп қалсаңыз да, арасында выгорание болып қалсаңыз да, сәл ғана өзіңізге демалуға мүмкіндік беріңіз де, үстіңіздегі шаңыңызды, жаңағыдай шаң деп жатқаным нәпсіңіз ғой, енді нәпсіңізді сырып қағып қайтадан орныңыздан тұрып жұмысыңызды бастап кетіңіз. Мен блог жүргізіп жатқан кезде өзіме таңғалғаным, мен тоқтаусыз осы уақытқа дейін күнделікті кем дегенде бір рилс салып отырған екен. Соның арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмын. Ол сен қанша жерден мықты эксперт болсаң да, қанша жерден мықты маман болсаң да, өзіңнің ісіңді блогта проявлять ете алмасаң, сенің кім екеніңді ешкім білмесе, сен мықты эксперт болғаннан ешқандай пайда жоқ. Солай. Жақсы, рахмет Айжан ханым. Енді бізге осы подкастқа келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет, және бүгін өте пайдалы сұхбат болды деп ойлаймын. Қаншама қыздар бүгіннен бастап арықтайды деп ойлаймын. Мен де шешім қабылдап отырмын. Осы подкастымыз шыққанға дейін мен де өзіме результат көрсеткім келеді. Сізге арнайы гүл шоқтарымыз бар, бере салайық. Ой, рахмет. Сәлеметсіз ба? Сізге де үлкен алғысым шексіз, Мөлдір ханым.
шақырғаныңызға рахмет. Осындай гүлдей жайнап тура осылай жүре беріңіз. Рахмет. Енді біздің арнайы көрермендерімізге, оқырмандарымызға Айжана ханым бар, менің оқырмандарым бар, осы подкасттың соңында комментарий қалдырған, ең күшті комментарий қалдырған, және де осы немесе ютубтан ұнаған отрывоктарын кесіп алып, мені Айжана ханымды белгілейтін болсаңыздар, Айжан ханым және мен өзімнің Әлем Women проектіме жеңілдікпен және ашығып арықтау марафонына жеңілдікпен қатысуға 5 адамға мүмкіндіктеріңіз бар. Я ханымдар, мархабат. Осы подкасттың астына комментарий жазып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, немесе жаңағы Мөлдір ханым айтқандай, отрывоктарды қырқып стористеріңізге, рилстеріңізге салып бөлісіңіздер. Сіздерге соның құрметіне Мөлдір ханымды сыйлай отыра, Мөлдір ханымның құрметіне сіздер үшін ашық барықта курсын жеңілдік бағада алуға мүмкіндік беремін. Егер подкаст ұнаған болса, парақшама тіркеліп алыңыздар. Келесі кездескенше, келесі қонағымызбен келгенше қош сау болыңыздар.